Шыншыл болу. Шыншыл болудың мәні. Расында шыншылдық мүриттің тірегі, оның реттілігі, мәдениеті мен кемелдігі. Шыншылдық пайғамбарлық дәрежелерінен кейінгі дәреже. Ал шыншылдықтың ең кішісі жасырын және ашық әрекеттердің бір-біріне сәйкес келуі. Сондай-ақ барлық сөзінде, ісінде және күйінде шыншыл болған сыдықтар да бар. Шыншылдық ішті және сырттай ақиқатқа сәйкес болу деген сөз. Демек, шыншыл адам жүрегінің әділдігінің арқасында оған деген құрметтің адамдардың жүрегінен жойылып кететініне көңіл аудармайтын адам. Нағыз сыдық адамдардың оның жақсы істерінің кішкене бөлігін болса да байқағанын ұнатпайды және оның қандай да бір жаман істерін адамдардың байқап қалуына ренжіс білдірмейді. Имам Әл-Джунейд Құдсир былай дейді: шыншылдық өтірік айтпай құтыла алмайтын бір жағдайға тап болғанда шындықты айта білу. Өйткені өтірік шариғатта күнә және адам табиғатына жат қылық. Шыншыл болудың абзалдығы. Расында тіл құндылық, ол адамның қадірі. Тілін түзеген құрмет пен абыройға ие болады. Шыншыл болудың абзалдығын түсіну үшін пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мына сөздері жеткілікті: адамға күмән салатын нәрселерді таста, күмәнданбайтын нәрселермен жүр. Расында ақиқат жүрекке тыныштық, ал өтірік күмән ұялатады. Сондай-ақ Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: расында шындық жақсылыққа шақырады, ал жақсылық жәннатқа жетелейді. Өтірік зұлымдыққа, ал зұлымдық тозақ отына апарады дейді. Лұқман әл-Хакимнен Құдсир: бұл дәрежеге қалай жеттіңіз деп сұралғанда, ол сөзде тура болу және маған қатысты жоқ нәрселерге араласпау деп жауап береді. Дінтанушы ғалымдар нәпсінің азаптан құтылуы шыншыл болуында. Дегенмен шыншылдық адамға қиындықтар, кейде тіпті жазаға ұшырауына себеп болады дейді. Олар: шындықты ұстан, өйткені шындық саған зиян тигізеді деп ойлайсың. Бірақ ол саған пайдасын әкеледі. Өтірікті таста, өйткені сен одан да пайда көргенімен оның саған зиян тиері сөзсіз. Саудагер өтірік айту арқылы тауарын жақсы сатамын деп ойласа, қатты қателеседі. Сахабалардан жеткен хадисте шыншыл саудагер кедей болмайды деп айтылған. Өтіріктің зияны. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мұсылманның бойында көп мін болуы мүмкін, бірақ мұсылман өтірікші болмайды деп өтірік айтудан сақтандырған. Расында мұсылман өтірік айтпайды. Абу Дарда радиаллаху ан: уа Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам, мумин ұрлық жасай ма деп сұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мүмкін деп жауап. Сонда Абу Дарда тағы да: мумин зина жасай ма деп сұрады. Бұған пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: я Абу Дарда, керісінше болғанын қаласа да деп жауап берді. Сахаба: мумин өтірік айта ма деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: имансыз адам ғана өтірік айтады деп жауап берді. Басқа риwаятта жоқ, тек иман етпегендер ғана өтірік айтады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдарды жиып күлдірту үшін өтірік айтатындарды ерекше айыптаған. Ол адамдарды күлдіріп өтірік айту үшін сөйлейтін адам бәлеге ұшырады. Неткен қасірет. Сондай-ақ Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өтірік айту үш жағдайда ғана рұқсат етілетінін айтады. Соғыста, өйткені соғыс айла, екі адамды татуластыру үшін және әйелімен татуласқысы келген адамға. Ал өтірік барлық күнәлардың қақпасы екені даусыз. Өйткені жалған сөйлеу ең жиіркенішті қасиет. Бір адам пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келіп: мен 3 күнә жасағаным үшін бәлеге ұшырадым: өтірік айту, зинақорлық және арақ ішу. Менің олардан құтылуға ерік жігерім жоқ дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам: өтірік айтудан тыйыл деді. Осыдан кейін ол кетіп қалды. Бір күні ол адам зина жасағысы келіп, іштей: зина жасасам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менен мұны істеп-істемегенімді сұрайды. Мойындасам 100 соққы бар, ал өтірік айтсам уәдемді бұзған боламын деп зина күнәсін жасаудан бас тартты. Көп ұзамай ол шарап ішпек болды. Тағы да солай ойланып, бұл күнәдан да бас тартты. Сөйтіп ол барлық күнәлардың негізі өтірік екенін түсінді. Мұхаммед ибн әл-Харауи Құдсир былай дейді: адамға үлкен апат әкелетін екі сипат бар: сауабын біле тұра шындықты айтудан бас тарту және жазасын біле тұра өтірік айту. Шыншылдық туралы сөздер. Шыншылдық туралы, оның ұлылығы туралы қаншама асыл сөздер айтылды. Сондай сөздер төмендегідей. Бірінші, Шахиқ әл-Балхи Құдсир былай дейді: шыншыл адам мүриттің мысалы құрма ағашын егіп, оған жеміс емес, кенек өседі деп қорқатын адамның жағдайына ұқсайды. Ал өтірікші мүриттің мысалы кенді бұта көшетін тұрғызып, оның құрма әкелуін күткен адамның жағдайына ұқсайды. Екінші, Әбу әл-Фар әл-Мусилиден Құдсир: шыншылдық туралы сұралғанда, ол ұстахананың пешін
ішіне қолын салып, одан қызып тұрған темірді алып алақанына қойып, шындық деген осы деді. Сондай-ақ шыншыл өзінің ешбір сырын ашудан ұялмай, өлімге дайындалған адам деп айтылды. Алла тағала: егер шыншыл болсаңдар, өлім тілеңдер. Жұма сүресі 6 аят дейді. Құл өлімге шын дайын болса, оның уақыты қай мезгіл келсе де, Алла тағаланың алдында ұялатын еш нәрсесі болмағандықтан ол уайымға салынбайды. 4. Зуннун әл-Мисри Қудусир: шындық Алланың қылышы, ол қандай сынаққа түссе де бәрін сұлатып тастайды дейді. 5. Сондай ғалымдардың бірі: кімде-кім тұрақты парызды орындамаса, одан белгілі бір уақытта орындалатын парыз қабылданбайды. Тұрақты парыздың не екенін сұрағанда шындық деп жауап берді. Тағы бір тақуа кісі: өтірікшінің белгісі одан сұрамаса да қайта-қайта ант ішу деді. Сондай-ақ өзін де өзгені де мақтаған адам шыншылдықтың иісін де сезбейді деп айтылды. 8. Алла тағаланың: ей мүминдер, Алладан қорқыңдар және шыншылдармен бірге болыңдар. Тәубе сүресі 119 аят деген аяты былай тәпсір етілді: ей мүминдер, шыншыл мұсылмандармен бірге болыңдар. Яғни бұл дүниеде шындық арқылы иманның дәмін ал, сонда ертең жәннаттан шыншыл мұсылмандармен бірге боласың. 9. Дін ғалымдары былай дейді: шыншылдық жақсы күйлердің ең жоғарғы дәрежесі. Бұл адамның іші мен сырты бір күйде болу екенін білдіреді. Бұл өте сирек кездеседі және шыншыл болу адамның жалғыз немесе адамдар арасында болуына байланысты емес. Шындық сөзде де, рухани күйде де болады. Бұл оның ең кемелденген формасы.